Ассаламу алейкум баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Шықырымыз салып, Ақтөбе Орал сапары кешігіп келдік. 50 минут қалды. Багажды мәрі өткізіп, 4 чемодан осылай кетіп барадық. Бисмилля, сапарымыз оң болсын. Құдай қаласа, Оралды Ақтөбелік пациенттер уақыттарыңыздан кешікпей келеріңіздер. Сіздердің қалаларыңызда жолыққанша. Қайырлы таң баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Ақтөбедеміз 7-ден 15 кетті, приемды қабылдауды бастадық. Кешкі 9:30-ға дейін. Кешкі 9:30-да Алла қаласа Оралға шығамыз. Қызықты, есте қалған ерекше пациенттерді сіздермен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір пациентіміз келді, 11 жасар, 86 килограмм. Рұқсат берсе фотосын қоямыз, рұқсат бермесе қоймаймыз. Артық салмағы. Не только қарны шығып тұр, қарны шығып и салбырап жатыр. 11 жасар, елестетіңізші. Сол себепті құрметті көрермендер, ауру астан, артық салмақ жинамаймыз. Салма, мысалы, бойыңыз 140 болса, сізде 40 килограмм болу керек. 170 болса, 70 килограмм болу керек сізде. Бойыңыздан 100 алып тастайсыз, сол сіздің қалыпты салмағыңыз. Артық салмақ бүкіл организм, не только урологический органдарға, ол жүрек қан тамыр жүйесіне, гормональный системаға, асқазан ішек жолдарына, бүкіл жүйеге зиянын тигізеді. Сол себепті быстрый углеводтарды, қанттан, ұннан жасалынатын тағамдарды шектейміз, артық салмақ жинамаймыз. Дендеріңіз сау болсын. Бес жасар баланың сол жақ аталық безі жоқ, яғни аталық безі орында тұрған жоқ. Бұндай диагноздар 3 жасқа дейін нақты қойылып, егер жоғары жақта тұрса, ота арқылы орнына түсірілу қажет. Ал егер врожденный жоқ болса, уже ол кезде бала тек бір жұмыртқамен өмір сүреді. Ақтөбеде 2019-дан бастап келеміз. Сұлтан бауырымыздың клиникасы, Алмас бауырымыз бар. Осылай аяғымызда жерге тигізбей күтіп алады. Басқа ел кешкі сағат 9 Ақтөбедегі пациенттердің барлығын қабылдап болдық. Альфред па? Эстима күтіп тұр. Қазір алдымызда 5 сағаттық жол, 500 километр Оралға қарай шықтық. Ертең, Алла қаласа, Оралда қабылдаймыз. Уақыттарыңыздан кешікпей келіңіздер. Сіздердің қалаларыңызда жолыққанша қызықты, есте қалған пациенттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламыз. Амандықта жолыққанша. Таңғы сағат 7. Тарихы терең, мәдениеті бай, 350 мыңдай тұрғыны бар ең көне қалалардың бірі Орал қаласындамыз, жайықтың жағасындамыз. Пациенттерді қабылдап бастап кеттік. Қызықты, есте қалған ерекше пациенттермен сіздермен бөлісетін боламын. Келесі қала бізде Талдықорған, Алматы, Бішкек. Бүгін Оралдамыз. Жұмысты бастадық. Сапарда жүргенімізге 2 жылдай уақыт болды. Бүкіл өңірлерді, бүкіл қалалардың бәрін араладық, көрдік, пациенттермен сөйлестік. Шағымдары көбінесе ең бірінші мәселе, олар урологтан қорқады. Урологқа барған кезде артыма бірдеңе тықпай ма деген сияқты бір вопростар болады кейінде миларында. Одан кейін танысымды көріп қалам ба, көріп қалмайым ба деген сұрақтар бар. Бірақ олай жүре беруге болмайды, жігіттер. Денсаулық өздеріңе керек. Көптеген пациенттерді көріп жатырмық. Кеш үйленгендер де бар, ерте үйленгендер де бар. Кеш үйленген мен ерте үйленгеннің де кейбіреуінің диагноздары бірдей.
ұрық жоқ, оны көріп жатырмыз. Жұмыртқалар кішкентай, оны да көріп жатырмыз. Аралардан бала жоқ, олардың барлығын көріп жатырмыз. Сол себепті жігіттер қорықпай, саспай, четко дайындалып, урологқа келіп, қаралып, өздеріңіздің болашақтарыңыз үшін ұрпақ сүйгілеріңіз келсе, әйелдеріңізді қуантқыларыңыз келсе, отбасыларыңызды, ата-аналарыңызды қуантқыларыңыз келіп жатса, келіп қаралып тексерілген өте дұрыс болады. Так. Енді тағы бір попытка жасап көріңіздер. Осымен Оралдағы пациенттерді қабылдап аяқтадық. Бұйыртса Орал қаласына 3 айдан кейін май айында келетін боламыз. Алдын ала записке тіркеліп қойыңыздар.